Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің шығарылымда Қазақстан тарих пәніне арналған 9 сынып 2 тоқсан тжб талдауымызды бастайтын боламыз. Алдарыңызда көріп отырсыздар, бүгінгі біздің тжб-мыз 30 балл максималды, тасыма саны 5 тасыма. Бірінші тасымамыз төменде берілген сұрақтарға жауап беріңіз. КСРО-да 1965-1985 жылдардың тоқырау жылдары деп аталуын түсіндіріңіз. Екінші сұрағымыз: тоқырау жылдарындағы Қазақстандағы өнеркәсіп даму жағдайын сипаттаңыз. Жағымды әсері екеу, жағымсыз әсері екеуін талдайтын боламыз. Одан кейін тоқырау жылдарындағы Қазақстан экономикасының дамуына қандай баға бересіз? Өздеріңіздің ойларыңызды жазатын боласыздар. Общий бірінші тасыма бойынша 6 балл. Екінші тасымада мына сурет бойынша төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Суретте қандай тарихи уақиғаға бейнеленген? Тарихи уақиғаның себептерін жазыңыз. Екі себебін жазатын боламыз. Тарихи уақиғаның болған уақытын анықтаймыз. Тарихи уақиғаның нәтижесін жазатын боламыз. Бұл тасымаға 5 балл. Үшінші тасырма: қоғамдық саяси қайраткерлерді анықтап, олардың ұлттық мүддені қорғаудағы рөліне баға беріңіз. Яғни айтқанда, мына сол жақта көрсетілген суреттерде бейнеленген тұлғаның есімін атап, сол тұлғаның ұлттық мүддені қорғаудағы рөліне дәлел келтіреміз. Дәл солай, екінші суретте дәл сондай тұлғаның есімін атаймыз, қоғамдағы рөліне баға беретін боламыз. Үшінші суретте дәл сондай, бұл тасымаға 6 балл. Төртінші тасыма: тоқырау жылдарындағы демографиялық өзгерістердің себеп-салдарлық байланысын талдаңыз. Бірінші сұрағымыз: тоқырау жылдарындағы Қазақстанның халықтар достастығының зертханасы деп аталу себебін түсіндіріңіз. Екінші сұрағымыз: тоқырау жылдарындағы көші-қон саясатының Қазақстанға әкелген салдарларын анықтаңыз. Екі салдарын анықтайтын боламыз. Төртінші тасыманың үшінші сұрағы: Қазақстанда урбандалу себептерін жазыңыз. Екі себебін жазатын боламыз. Бұл тасымаға 5 балл. Ал ең соңғы тасыма, 5-ші тасыма: кеңестік әдебиет туралы берілген кестені толтырыңыз. Яғни айтқанда, мына кестенің ішінде берілген шығармалардың авторларын атап, қысқаша ғана мазмұнын жазатын боламыз. Болған 8 балл. Балалар, алдымен ескертетін жағдай: БЖБ талдауларының жауаптарын көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Бірінші тасыманың жауабы: бұл кезеңде социалистік бағдардағы мемлекеттер арасындағы жетекші рөл атқарып келген Кеңес одағының ықпалы бұрынғыға қарағанда солғынданды. Жыл өткен сайын КООК-тың халықаралық аренадағы беделі түсіп, дүниежүзілік арандатушы фактор кейпінде көріне бастады. Қоғамдық әлеуметтік даму барысында тоқырау белгілері айқынырақ біліне бастағандықтан, КСРО-ға ең жақын деген мемлекеттерде социализмнің кеңестік жолынан бас тартуға бейім күштер байқалды. 70-ші жылдардың бас кезі жаңашыл үдерістердің едәуір әлсіреуімен, қоғамдық құрылыс принциптері мен формалардың тоқырауға ұшырауымен ерекшеленді. Жағымды әсері: бірінші, 170-тен астам кәсіпорын мен цех, оның ішінде Лисаков кен байыту комбинаты, Шерубай, Нұра шахтасы, Талдықорған аккумулятор зауыты, бірқатар жеңіл және тамақ өнеркәсіп кәсіпорындар бой көтерді. Екіншісі, Павлодар облысында Екібастұз отын энергетика кешенінің ертісте шүлбі СС-нің құрылысы басталды. Трактор және ауыл шаруашылық машиналары жасалды. Мал шаруашылығы мен жем өндіру машиналарын шығару салалары қарқынды дамыды. Жағымсыз әсері: бірінші, КСРО-да ғылыми-техникалық революция рухына түбегейлі өзгерістер жүргізу қажеттігі сөз жүзінде мойындалғанымен, іс жүзінде бұрынғы басқару әдістерін қолдану жалғастырыла берді. Екіншісі, ғылыми-техникалық прогресті тұса тұра алмаған мемлекеттік монополистік меншік экономиканың тиімді дамуына мүмкіндік бермеді. Сондықтан өндіріс бірлестіктері құру ісі ғылыми-техникалық саясатта монополиялық бағыттардың пайда болуына әкеліп тіреді. Қорытынды, яғни өз пікірімізді білдіреміз. Тоқырау жылдарындағы Қазақстан экономикасының дамуы жоғары деңгейде болды деп айта аламын. Өйткені халықтың жағдайы бірқалыпты болды, басты қажеттіліктермен толық қамтамасыз етілді. Екінші тасымамыз: Целиноград уақиғасы. Суретте Целиноград уақиғасы бейнеленген. Себептері: Еділ бойындағы неміс автономиясы таратылғаннан кейін, оның мыңдаған азаматтар Қазақстан жеріне көшірілді, білеміз. Екінші себебі: бұл автономиялық облыста Ақмола, Павлодар, Қарағанды, Көкшетау облыстарының біраз аудандары беріліп, Ерейментау қаласы оның орталығы болып белгіленді. Тарихи уақиғаның болған уақыты: 1979 жылы 16 және 19 маусым аралығында болды. Тарихи уақиға нәтижесі: автономия құру туралы шешім болған жоқ деп мәлімдеп,
облыс басшылығы КОКП орталық комитетінің саяси бюросының автономиялы облыс құру жөніндегі жобасының іс жүзінде бас тартты. Үшінші тасымамыз бірінші жылғыда Дінмұхамед Қонаев бейнеленген 1960 жылы бірауыздан Қазақстан Компартиялық партиясының бірінші хатшысы болып сайланды. 7 жыл ішінде Қазақстан экономикалық әлеуеті 2 еселенді, ал өнеркәсіп өнімді Қазақстан құрылғаннан бері барлық жылдармен салыстырғанда көп берілді. Екінші суретте Жұмабек Ташенов бейнеленген. 1950 және 1960 жылға дейінгі аралықта Қазақстан КСР жоғары кеңесінің төрағасының төрағасы қызметін атқарған. 1960-61 жылдардан Қазақ КСР министрлік кеңесінің төрағасы қызметін атқарды. Сонымен қатар Солтүстік Қазақстанның бірінші облысының тың өлкесін құру жобасына қарсы шықты. Үшінші суретте Жұмабек Шаяхметов бейнеленген. Бастамасы бойынша Қыздар педагогика институты, Алматы консерваториясы, Шет тілдер институты, Шымкент химия технологиялық институты, дене тәрбиесі институты ашылған болатын. Төртінші тасымамыз тоқыру жылдарындағы демографиялық өзгерістердің себеп салдарлық байланысын талдаңыз. 60 жылдардың Қазақстанда 100-ге жуық этнос өмір сүрді. КСРОда жүргізілген интернационалды саясатта Қазақстанда елеулі өзгерістер ұшырағанымен нақты жүзеге асырыла бастады. 50-70 жылдар орын алған көші-қон ірі өнеркәсіптік кәсіпорында құрылысымен байланысты болды. Олар бүкіл одақтық құрылыстар болып жарияланды. Одақтық түкпір-түкпірінен Қазақстандағы өнеркәсіп құрылысына жұмысшылар ағылып келіп жатты. Төртінші тасыманың екінші сұрағы салдарларын анықтау керек. Бірінші салдары аграрлық көші-қон тың және тыңайған жерлерді игеру кезінде артты. Бұл кезде тың өлкесінен 2 миллионнан астам алғашқы тың игеруші келді. Екінші, мұндай көші-қондар республикада байырғы қазақ халқының меншіктік үлесін азайта отырып, халықтың этникалық құрамына әсер етті. 1968 жылдан бастап көші-қон ағындары азайды, бірақ көшіп келген халық салыстырмалы түрде жоғары табиғи өсім есебінен көбеюін жалғастырды. Енді себептерін жазамыз. Урбандау процесінің себептерін. Бірінші себеп, кеңестік уақытта Қазақстанда қалалар саны өсуі, өнеркәсіп дамуы әсерімен жүрді. Олардың ішінде табиғи ресурстарды игеруі, көліктік инфрақұрылымның дамуын атап көрсетуге болады. Бесінші тасымамыз кеңестік әдебиет туралы берілген кестені толтырыңыз. Біріншісінде Бауыржан Момышұлы болатын генерал Панфилов шығармасында Ұлы Отан соғысының уақиғаларына арналған әлем халықтарының бірінші тіліне аударылды. Екінші шығармада Әбдіжамал Нұрпейісов Қан мен тер шығармасында арал балықшыларының өмірі туралы баяндалған еңбек. Үшінші шығармада Ілияс Есенберлин Көшпенділер шығармасында трилогиясында 15 ғасырдың ортасына дейінгі қазақ тарихы суреттелді. Төртінші шығармада Олжас Сүлейменовтің Адамға табын жер енді шығармасында Юрий Гагариннің ғарышқа ұшу құрметіне арналған өлеңі жазылған болатын. Балалар, осымен бүгінгі біздің 9 сыныпқа арналған тжб талдауларымыз аяқталды. Егер сіздерге бүгінгі шығарылым ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достарға таратуыңызды тағы да ұмытпаңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.